работында бақты шуып еңбек етеді. Өз маманы тура маған көп түсіндірді. Ел жеткенде мен еліне қызмет етемін. Сәлеметсіз бе? Менің атым Әлиджан. Әкеммен бірге металдың қасиетін зерттейміз. Су құямын. Ағаш суға батпайды, өйткені ол жеп-жеңіл. Металл батады, өйткені ол ауыр. Металл жанбайды. Су өткізеді. Металл ол 1600 градуста балқиды. Ол тек қана мынандай градуста жылы өткізіледі. Бізде металл арқылы ток жақсы өтеді. Сол себепті мұнда металл көп қолданылады. Мұнда өзім көріп тұрғандай, мұнда ішінде мед бар бізде. Ол да темірдің бір түріне жатады. Қай зат магнит алады? Ағаш жаспайды, шыны жаспайды, пластикқа жаспайды, металлға жабысады. Біз магнитке монеталарды жабыстырамыз. Бұл темір, алюминий және тағы да басқалар қосылған монета. Бұны біз магнитке бір-біріне жабыстыру арқылы көрсетеміз. Қазір монеталарды жабысуы. Ең бірінші тұрған монета ол жақсы тартылумен жабысып тұрады. Екінші уже күші әлсірейді, бірақ ол соңғы монетаға дейін күші жетеді. Бірақ ең соңында тұрған монетаның күші аз болады. Ұстап тұру күші әлсірейді. Оны ауада ауаның күшімен үрлеп айландыруға болады, айналдыруға. Көресің бе? Ақырын үрлеп. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл ең соңғы тұрған металды ауаның күшімен айналдыруға болады. Балам, бүгін металл қасиеті туралы не білдің? Металл өте қатты, ауыр, жылу өткізеді, тоқ өткізеді, магнитке жабысады. Менің әкем нағыз батыр. Өйткені ол металлды балқытады.